Кедей болып қалудың 10 тәсілі. Бірінші, өзіңе қатты аяушылық таныту. Кедейлікке бейім адам өз-өзін аяп бай болу тағдырыма жазылмаған деп есептейді. Кейбіреулер әйел болып туылғанына өкінеді. Өйткені еркектердің мүмкіндіктері көп деп есептейді. Енді біреулері семіздігі үшін өкінеді. Өйткені арық адамдар жақсы жұмыс орындарын иеленеді деп ойлайды. Біреу өзінің бойын ұнатпаса, біреу ұлтын, терісінің түсін жақтырмайды. Енді біреулер әлі күнге тұрмысқа шықпағаны, немесе үйленбегені үшін өзін аяса, енді біреулер саусағына салынған сақина үшін, немесе ажырасқаны үшін өзін аяйды. Жастар қиындықтың көзін тәжірибесіздіктен көрсе, үлкендер жақындай түскен қарттықтан табады. Қалай ойлайсыздар? Егер адам өзін қандай да бір болмашы дүние үшін аяйтын болса, күні бойы соны ғана ойлап қиналса, оны қоршаған адамдардың іс-қимылы қандай болмақ? Өзіңізді аяу өсіп-өну жолына қойылған қақпан, және ол мәңгілік кедейлікті қамтамасыз етеді. Өзіңді аяу ең төмен жалақы төленетін жұмыс табудың және мүсәпір болудың ең оңай тәсілі. Екінші, сараңдық. Үнемі жеңілдік деген жазуы бар дүкендерді іздеп, жаппай сатылымды күту. Балаларының жақсы білімі үшін ақы төлеуді қаламау. Өйткені уақытында сізге ешкім көмектеспеген. Өз фирмаңыздың қызметкерлерінен барынша аз ақшаға мейлінше көп жұмыс істеуді талап ету кедей адамдардың бойынан табылатын екінші әдет. Барынша үндемеуге тырысу ақылдылықтың белгісі емес. Бұл кіріс пен шығыстың есебіне жете алмай, қиындықты шешу жолын дұрыс таңдамаудың айғағы. Байлыққа бейім адамдар кез келген затқа өзінің нақты бағасын беруге даяр, және өз көмекшілерінің еңбегін жомарттықпен бағалап, өзгелерден де соны күтеді. Үшінші, өзіңнің жек көретін ісімен айналысу. Гүлжан ыдыс жуғанды жек көреді, бірақ оған көмектесетін ешкім жоқ. Марат аудитордың жұмысын ұнатпайды, бірақ тек осы жұмысты істеп қана көлігінің несиесінен құтыла алады. Бұл адамдардың барлығы кедейлікке бейім болып келеді. Төртінші, сәттілікті ақшамен өлшеу. Кедей адам белгілі бір ақшаға қол жеткізсе, қуанатынын біледі. Шотында жатқан ақша, сәнді киім, әдемі үй, саяхатқа шығу, тәуелсіз болу мүмкіндіктерін сыйлайды дейді. Бірақ шын мәнінде ол да бақыт әкелмейтінін өмір талай рет дәлелдеген. Сәтті адам бақытты теңге, доллар, евродан бөлек бірліктермен есептейді. Қандай екенін әркім өзі біледі. Келесі, бірден байып кетуді таңдау. Бірден және барынша көп пайда табу кедейлердің қанына сіңген қасиет. Олар орташа жалақымен мекемеге жұмысқа орналасып, біраз уақыттан соң жақсы жетістікке жететінін ойламастан, келесі айда алатын айлығын есептейді. Сәтсіздікпен жолдас болатын студенттер институтта бекер уақыт өткізіп жүрміз. Бұл уақытта жұмыс істеп, талай ақша табуға болатын еді деп есептейді. Келесі, қыңқылдау. Өмір қиын ба? Өте ауыр ғой. Айналаның бәрі кемсітушілік, сыбайлас жемқорлық, арсыздық, қылмыс. Сіз сияқты тәп-тәуір адамның сәттілік жолы жабық па? Осының барлығымен әрбір сәтсіз адам келіседі. Бұл әдетке қарсы вакцина жасампаз шығармаға бейімделу, өнерпаз болу. Қоршаған ортаның қиындығымен күресетін ерекше мүмкіндіктер тауып, о бастан сіз үшін сәтсіз көрінген жағдайдан жеңімпаз болып шығыңыз. Жетінші, өзіңді өзгелермен салыстыру. Өзгелермен өзін салыстыру сәтсіз адамдардан айырылмайтын қасиет. Бұл қызығушылықтан бастау алып, іштарлыққа ұласып, кедейлікке соқтыратын әдет. Келесі, байлықты ақшамен есептеу. Шын бай адамдар бақыт пен байлықтың ара жігін мәңгілікке үзіп қоймай, шоттың есебі мен байлық түсінігінің тепе-теңдігі дегенді үзіп тастаған. Нағыз байлық ақшаны шақыра білу, оны жоқ жерден табу, бизнестің жаңа түрлерін ұйымдастыру. Нағыз бай адам қаптағы алтынның салмағына тәуелді емес. Өзіңді өз отбасыңнан алыстату. Өз отбасынан маған көмектеспеді, қарызға ақша бермеді, түсінбеді деген сынды сылтаулармен қашқандардан тамаша бейбақтар шығады. Отбасы бар адам шын бақыттың иесі екенін білмейтін шын кедейлер болса керек.
бүгінгі видео пайдалы әрі қызықты болды деген ойдамын. Ұнаса видеоға лайк қойып, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.